Ертеде, ешкі құйрығы келтеде. Қаратаудың ойында, қарасудың бойында, Қазанғап деген бір кедей болыпты. Қазанғап құс атып күн көреді екен. Әйелі ау тоқып, жамау жамайды екен. Осылай өз күндерін өздері көріп жүре беріпті. Күндерде бір күн Қазанғаптың әйелі жүкті болыпты. Ай күні жақындап, күн өткен сайын әйелдің аяғы ауырлай беріпті. 9 ай, 9 күн болғанда әйелі толғатып босаныпты. Торсық шекке әппақ ұл тауыпты. Атанасы қуанып, төбелері көкке жетіпті. Баласына Кендебай деп ат қойыпты. Кендебай ай сайын емес, күн сайын өсіпті. 6 күнде күліпті, 60 күнде жүріпті. 6 жылда жігіт болыпты. Сондай күшті болыпты. Алысқанын алып ұра беріпті, күрескенін жыға беріпті. Шыңырау құдыққа құлаған атандарды жалғыз тартып шығара беріпті. Аң аулап, әкесіне жәрдемдесіпті. Бара-бара құлан алыпты, Құралайдың көзінен тегізген мерген болыпты. Арқар мен киікті, құлан мен маралды мая-мая ғып үйіп тастапты. Қарасудың бойындағы қара үйлі кедейлер қарық болыпты да қалыпты. Күндерде бір күн Кендебай аң аулап жүрсе, Қаратаудың ойында, терең құздың бойында, арыстандай көкжал бөрі бір буаз биені жаңа ғана жарып жегелі жатыр екен. Кендебай жүгіріп барып, көкжалды құйрығынан ұстап алып, бұлғап лақтырып кеп жіберіпті. Қасқыр арс етіп, аузын қисаңдатып, өліпті де қалыпты. Кендебай қасқырдың терісін сойып алып, биенің қасына келсе, бие жан таласып өлгелі жатыр екен. Кендебай алмас қанжарымен биенің қарнын жарып жіберіп, құлынын суырып алыпты. Арыстай еркек құлын екен. Кендебай құлынды үйіне алып қайтыпты. Оны құланның сүтімен асырапты. Құлын сағат сайын емес, минут сайын өсіпті. 6 айдың ішінде 6 кез ат болып шығыпты. Аттың түсі керғыла болыпты. Кендебай керғыланы үйретіп мініп, түн қатып жүріп, аң аулапты. Керғыда қуса жетіп, қашса құтылатын, аузымен құс түстеген ерен жүйрік болыпты. Кендебай керғыланы құстай ұшырып, Алтығырдың ар жағынан қаша жөнелген құланды көзді ашып жұмғанша қуып жетіп, құйрығынан ұстайтын болыпты. Кендебай осылай аң аулап, ел аралап жүре беріпті. Ол мейлінше қайырымды болыпты. Жылағанды жұбатыпты, жатсынуды сүймепті. Табысына бүкіл ел ортақ болыпты. Керғылатты Кендебай батыр атанып, әлемге аян болыпты. Күндерде бір күн Кендебай аң аулап, алысқа ұзап кетіпті. Кетіп бара жатып, қозысын бағып жүрген бір балаға кездеседі. Бала еңіреп жылап жүр екен. Кендебай жетіп келіп, көзің жасты, көкірегің қайғылы, неткен жансың деп сұрапты. Баланың басы тас, киімі өрім-өрім екен. Ардақтаған анаңды алса, төгілмей ме ырысың, асқар таудай әкеңді алса, көрген күнің құрысын деп қоя беріпті бала. Не болды? Жөндеп айтшы деп сұрапты Кендебай. Бала өзінің жасын көл қылып, ауыр бір күрсініп алып, былай деп жауап беріпті. Мен Мергенбай деген батырдың жалғыз баласы едім. Қазір 6-ға шықтым. Биыл 4-ші жыл. Елімізге жау тиіп, жылқы біткеннен түгерге тұяқ қалдырмай айдап кетті. Әкем алып ұйқылы батыр еді. Ұзақ жортолдан келгенде 6 күн қатарынан ұйықтайтын. Осы ұйқыда жатқанда әкемді жау әскері байлап әкетті. Әкемді арашаламақшы болып жетіп барған шешемді қайырымсыз жау алдына өңгеріп жөнеп берді. Мен жетім қалдым. Шерге асым, киерге киімім болмаған соң, амалсыздан Тасқарабайдың қозысын бағып жүрмін. Арыдым, тоздым, ернім жалақ, басым таз болды. Содан бері көзімде жас, көңілімде қайғы. Мен әке шешеме жылайым, бай жылқысына жылайды. Олай болса жылама, мен әке шешеңді іздеп тауып берейін деді Кендебай. Бала қуанып кетеді. Аға,
Онда біздің қойшылардың қасына 2-3 күн жатып тынығыңыз, содан кейін жүрерсіз деп өтінеді. Кендебай мақұл деп қойшылардың қасына барып түседі. Атып алған құландарын асып, тамақ пісіреді. Кешке басқа қойшылар да келеді де, манағы бала қойшы келмейді. Әрі күтеді, бері күтеді. Кендебайдың көзі ұйқыға бара бергенде уһлеп, ахлап қойшы келеді. «Я, неге кешіктің?» деп сұрайды Кендебай. «Жай, ішім ауырып қалды» дейді бала. Бала таңертең ойнап күліп қозысын өріске айдап кетеді. Кешке басқа қойшылар келгенде, манағы қойшы тағы да келмейді. Кендебай іздеп барып, талып жатқан баланы тауып алады. Бала есін жинағаннан кейін Кендебай мән-жайды сұрайды. Бала жөнін айтпайды. Содан кейін Кендебай балаға ашуланады. Сонда қойшы бала айтады: «Кешеден бері күн батқан кезде 6 аққу төбемнен айналып жатты. Кендебай сал мұнда ма? Керғылатты қолда ма? Баудан ұры балқи ма? Балақ жүні шалқи ма?» деп сұрайды. Мен тұрып: «Кендебай сал мен едім, керғылатым қолымда еді. Баудан ұрым балқиды, балақ жүнім шалқиды» деп жауап берем. Олар мені қанаттарымен қағып, жығып кетеді. Мен талып түсем деп жауап береді. 3-ші күні қойшы баланың киімін киіп, қойды бағуға Кендебай өзі шығады. Күн батып, қас қарайған кезде, баяғы 6 аққу Кендебайдың төбесінен 6 айналып ұшып, жақындап келеді. «Кендебай сал мұнда ма? Керғылаты қолда ма? Баудан ұры балқи ма? Балақ жүні шалқи ма?» деп сұрайды. Керғылатты Кендебай қойшы бала болып: «Баудан ұрым балқиды, балақ жүнім шалқиды» деп жауап береді. Сонда аққулар ашуланып, Кендебайды қанаттарымен қағып, сабай бастайды. Кендебай біреуінің аяғынан шап беріп ұстай алады. Аққулар ұша жөнеледі. Кендебайдың қолында біреуінің алтын кебісі қалып қояды. Байқап қараса, кебістің бетінде жазу бар екен. Кендебай басқа аққуларды бірнеше күн күтеді. Бірақ олар келмейді. Содан кейін Кендебай қойшылармен қоштасып, үйіне қайтады. Ата-анасына 1 жылдық азық дайындап беріп, сауыт-сайманын киініп, жау жарағын асынып, азығына 60 құлынның қазысын алып, баяғы жетім баланың әке-шешесін іздеуге шығып. Керғылат құстай ұшып құйғытып барады. Айлық жерді алтақ аттайды. Көз ұшындағы құс қанатын жазып, жерден көтерілгенше Керғылат үстінен аттап өтіп кетеді. Теңізді көл, дарияны шалшық, тауды қырат құрлы көрмейді. Сонымен Кендебай күн жүреді, түн жүреді, ай жүреді, апта жүреді. Бір жерлерге келгенде аспанмен тірескен бір биік тау көрінеді. Таудың етегіне келгенде Керғылатқа тіл бітіп сөйлейді: «Достым, Кендебай, іздеген жоғың алыс емес. Біреуі де емес, екеуі де осыдан табылады. Мына таудан әрі ассаң, ағып жатқан өзенді көресің. Өзеннің ортасында бір арал бар. Ол аралда адам перісінің ханы тұрады. Сенің қолтығыңдағы алтын кебіс осы хан қызының кебісі. Баяғы қойшы баланың әке-шешесі де осы ханның қолында. Олар терең зынданда жатыр. Зынданның аузы құлыпты. Оның кілті қолға түспейді. Ол кілт 60 өзен құйылған терең дарияның түбінде жатыр. Адам баласы оның түбіне жете алмайды. Таудың арғы беткейінде сиыр бағып жүрген зор денелі бір адам бар. Ол жорықта қолға түскен адам, қазір ханның құлы. Сен сол адамға бар да жолына жетерлік бұл бер. Оның киімін өзің киде, өзіңнің киіміңді оған кигіз. Сөйтіп әлгі адамды азат етте, өзің сиырды бағып қал. Қазір құйрығымнан бір тал қыл ал да мені қоя бер. Сауыт сайман, құрал жабдықтарыңды менің үстіме сал. Әзірге саған менің де құралдың да керек жоқ. Егер керек бола қалсам, құйрығымнан алған құлды тұтады. Сонда мен дайын болам. Ендігі әңгімені барған соң көрерсің дейді. Кендебай Керғылаттың құйрығынан бір тал қыл жұлып алды да қоя бер. Оның айтқанының барлығын істеді. Малшыны азат етеді. Жолына пұл береді. Оның киімін киіп, сиырды өзі бағып қалады. Кешке жақын өзеннен айдап өткізейін десе, сиырлар суға түспейді.
Кендебай ашуланып кетіп, сиырларды сирағынан ұстап алып, бір-бірлеп лақтыра бастайды. Лақтырған сиырлар өзеннің ортасындағы аралға томпылдап түсіп жатады. Сол кезде ханның кіші қызы судың арғы жиегінде көріп тұр екен. Ой, оңбаған-ау, қырасың ғой малды. Неге күндегідей айырылғырдың суы айырыл деп айтпайсың деп айғай салады. Кендебай, айырылғырдың суы айырыл деп еді, өзеннің суы екіге айырылып, ортадан жол ашылады. Сөйтіп Кендебай мал бағып жүре береді. Күндерде бір күн хан өзінің екі баласын шақырып алып: бүгін қара бие құлындай. Бұл 9-шы құлындауы. Құлындаған күні түнде құлын жоқ боп кетеді. Бүгін осы биені өздерің күзетіңдер. Не болғанын көздеріңмен көріңдер дейді. Мұны Кендебай естір. Кешке ханның екі баласы биені күзетуге барғанда, Кендебай да жасырынып барып отырады. Біраздан кейін ханның екі баласы қорылдап, ұйықтап қалады. Кендебай ұйықтамай отыра береді. Таң біліне берген кезде бие алтын құйрықты, құнды жүнді арғымақ құлын туады. Бір кезде аспаннан бір бұлт түйіліп келеді де, құлынды көтеріп ап жөнеледі. Кендебай шап беріп құйрықтан ала түседі. Кендебайдың қолында алтын құйрық жылынып қала береді. Кендебай алтын құйрықты қойнына тығып ұйықтап қалады. Ертеңіне таң сәрден хан екі баласын шақырып алып, не көргендерін сұрады. Балалары тұрып: бие құлындағанда жоқ, ешнәрсе болғанда жоқ деп жауап береді. Хан тағы да таң қалып отырғанда, Кендебай есіктен кіріп келіп: дат тақсыр дейді. Датың болса айт дейді хан ақырып. Мен айтсам, бұлардың айтып отырғаны өтірік. Бұларға көрінбей мен күзеттім. Түн ортасы кезінде екі балаңыз ұйықтап қалды. Таң алдында бір бие алтын құйрықты, құнды жүнді құлын туды. Аспаннан бір бұлт түйіліп келді де, оны көтеріп ала жөнелді. Мен құйрықтан шап беріп ұстай алдым. Бұлтпен араласқан үлкен құс құлынды алып кетті де, құйрық менің қолымда қала берді дегенде, сөздің аяғын күтпей, құйрық қайда деді хан. Тақсыр, сабыр етіңіз. Мен алтын құйрықты пайда қылғым келсе, сізге айтпаймын ғой. Міне құйрық деп, Кендебай құйрықты қойнынан суырып алғанда, үйдің іші жап-жарық болды. Ханның балалары ұялып жерге қарайды. Қазір үшеуің іздеп шығып, құсты да, құлынды да тауып келіңдер. Таба алмасаңдар, менің маңымды көрмеңдер дейді хан. Кендебай өзеннен өтіп алып, құйрықтың құлын тұтатқан кезде, Керғылат жетіп келеді. Құлатты мініп алып, қару-жарақты іліп алып, сауыт-саймандарды киіп алып, Кендебай жөніп береді. Бір жерлерге келгенде ат тағы да тоқтайды да, Кендебайға: анау жалын аспанға шығып жатқан от дариясы. Сенің баратын жерің сол дарияның ар жағында. Қазір көзіңді жым. Мен аш дегенше ашпа. Көзіңді ашсаң, екеуміз де өлеміз дейді. Кендебай көзін жұмады. Сонымен ұша береді, ұша береді. Бір кезде ең әуелі ыстық лепті, одан кейін ысылдаған желді сезді. Бір уақыт өткеннен кейін аш көзіңді дейді Керғылат. Кендебай көзін ашып жіберсе, үлкен дарияның ортасындағы аралға келіп түскен екен. Аралда алтын құйрықты 8 құлын, құйрығы жоқ бір құлын алтын науадан су ішіп тұр екен. Керғылатқа тағы да тіл бітіп: аспанмен тірескен анау бәйтеректің басында самұрық құстың ұясы бар. Ол 6 айда бір рет азық іздеп кетеді де, 15 күнде кері айналады. Қазір ол азық іздеуге кетіпті. Оның қайтып келуіне әлі 6 күн бар. Біз оның қолына түспес үшін 6 сағатта 6 айлық жол алуымыз керек. Менің үстіме мінде, алтын науаны алдыңа өңгөр. Құлындар алтын науадан қалмай, біздің соңымызға еретте отырады. Біз құлындарды соңымыздан ертіп отырып, мынағы от дариясынан тікелей өте алмаймыз. Айналып жүруіміз керек. Біздің келердегі қысқа жолымыздың кетерде алыс болып отырғаны да сол. Бұл жолымызда 3 бөгет бар. Ең әуелі 7 басты дәу кездеседі. Ақырған арыстанға жолығамыз. Содан кейін жәдігөй кемпір байланысады. Ал уақыт ұзырмай жүрейік дейді. Кендебай алтын науаны Керғылатқа өңгеріп алып, жөнеліп береді. Барлық құлын оның соңынан ереді.
Бір уақытта алдарынан бір үлкен тау көрінеді. Тау теңселіп, қозғалып, бұларға қарай жақындап келеді. Бұл жеті басты дәу еді. Кендебай алтын науаны жерге қояды. Құлындар науаға иіріліп тұра қалады. Кендебай қолына 100 батпан шоқпарын алып, Керғылаттың барлық шабысымен дәуге қарсы шаба жөнеледі. Көз ашып жұмғанша ағып өтіп бара жатып салып кетеді. Дәудің бір басы ұшып түседі. Кейін қарай шауып, тағы соғып өткенде екінші басы ұшып кетеді. Осылай ерсілі-қарсылы жетіп өтіп, 7 рет соққанда 7 басы бірдей ұшып кетіп, дәу төңкеріле құлайды. Кендебай дәудің көзін ойып, қоржынға салып алады. Кендебай қайтып келіп, алтын науаны өңгеріп, құлындарын ертіп жүріп кетеді. Екпініне шаңғылеспей, айт дегенде алты қырдан бірақ асып, Керғылат зымырап келеді. Бір кезде алыстан арыстанның ақырған даусы естіледі. Кендебай бұл жолы Керғылатты құлындардың қасына қаңтарып тастап, дауыс шыққан жаққа жаяу жүре береді. Ілгері 2-3 аттағанда бірлеп Кендебайды тартып ала жөнеледі. Бір уақытта Кендебай арыстанның апандай аузын көреді. Кендебайды тартып жатқан соның леп екен. Кендебай 6 құлаш алмас қылышын көлденең ұстай қояды. Алмас қылыш арыстанды 2 бөліп, Кендебайды ар жағынан бірақ түсіреді. Кендебай арыстанның аузын қағып алып, тағы да жүріп кетеді. Талай белестер, талай таулар бұлдырап артта қалып барады. Бір кезде жер дүниені қап-қара тұман басып кеп кетеді. Тек алтын құйрықтардың сәулесі ғана бұлардың жолын жарық қылып көрсетіп тұрады. Сол екі арада қараңғылық серпіліп жүре бергенде сылаңдаған бір сұлу қыз шыға келеді. Кендебай атынан түсіп қызға қарсы жүреді. Қыз мұның бетіне ұзақ қарайды да: «Ұзақ жүріп шаршаған шығарсыз. Ордама жүріп тынығып кетіңіз» дейді. Жәдігөй кемпірдің қызы болып қарсы алатынын, оның ордасына кірген кісі кері шықпайтын Керғылат айтқан болатын. «Шаршағаным рас, демалуға қарсы емеспін, бастаңыз» дейді Кендебай. Қыз алға түсіп аяңдай бергенде Кендебай алмасын сермектеп қалады. Алмас қылыштан от жарқ ете түседі де, дүниені тағы да тұман басып кетеді. Тұман ашылғанда қыздың орнында 2 бөлінген кемпір жатады. Кендебай кемпірдің басын кесіп, қоржынға салып алады. Бұл кемпірдің қарамағындағы жерден ұшқан құс, жүгірген аң өте алмайтын. Кемпірдің өлгенін қазір ешкім білмейді. Сондықтан бұл жерге самұрық келмейді. Осы бір жерде 3-4 күн демалайық дейді Керғылат. Кендебай сол арада 3-4 күн тынығып, кемпірдің асыл қазынасын жинап алып, Керғылаттың алдына алтын науаны өңгеріп, алтын құйрықты құлындарды ертіп, аман есен ханның үйіне жетеді. Хан қуанып үлкен той жасайды. Той үстінде түк таба алмай, сандалып мойындары ырғайдай, сирақтары шидей болып азап тозып, ханның 2 баласы келеді. Хан Кендебайды төрге отырғызып, оның аты жөнін сұрайды. «Мен хан баласы емеспін, адам баласымын. Өз атым Кендебай. Ел мені Керғылатты Кендебай деп атайды. Сіздің еліңізге ергіп келгенім жоқ. Жұмыспен келдім. 2 бірдей жоқ іздеп жүрмін. Намыс іздеп жүрмін. Рұқсат болса айтайын» дейді Кендебай. «Айт балам, айт» дейді хан. «Бұдан бірнеше жыл бұрын сіздің жорықшыларыңыз елімізді шауып кетіпті. Малымызды айдап, қолға түскен батырымызды байлап алып кетіпті. Міне, сол батырды босатып әкетпек болып келдім. Бұл бірінші. Екінші жоғым мынау. Бір күні малда жүргенімде аспанда ұшқан алтақ қудың алтын кебісі менің қолымда қалды. Сол алтын кебіс сіздің елдікі» дейді. «Соны табыс еткелі келдім» деп Кендебай алтын кебісті ханға ұсынады. Хан: «Дұрыс балам. Сіздің елдің малын айдатып, батырын байлатып алдырғаным рас. Мергенбай батыр әйелмен екеу біздің қолда. Зынданда жатқан Мергенбай батырға маған қызмет етсең босатам деп елші жіберіп едім, қарысқан батыр екен. Жауыма қызмет істемейм, бірақ қол аяғымды босатсаң, содан кейін сөйлесем деп қарысып жатып алды. Босатуға қорықтық. Ондағы мақсат сені қолға түсіру еді. Сенің атағың бізге де мәлім еді. Сені алдыртып құлынымды қоймайтын қарағұсқа жұмсамақ едім. Өзім іздеп таба алмаған соң, намысы болса іздеп келер деп еліңді шаптырып, батырыңды байлатып алдыртқан едім. Одан кейін де 2 жылдай келмедің.
Содан соң 6 қызым сені іздеп барған болатын. Бұл менің кіші қызымның кебісі. Енді сенің алдыңа қоятын тағы бір шартым бар. Ол мынау: дүниеде 7 басты дәу бар, ақырған арыстан бар, жалмауыз кемпір бар. Осы үшеуін өлтіріп, бастарын алып кел. Осыны орындасаң, батырыңды босатып берем, малыңды өзіңе қайтарам, кіші қызымды беріп, күйеу етем де. Кендебай Керқұлаттың қанжығасындағы қоржынын алып келіп, арыстанның азуын, кемпірдің басын, 7 басты дәудің көздерін ханның алдына төгіп тастайды. Хан разы болып, зынданда жатқан Мергенбай батырды, оның әйелін, қолға түскен басқа адамдарды азат етеді. Шауып алған малын қайтарып береді. Кіші